Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін осындай құймақ пісіреміз, яғни оладьи. Осындай көмпейіп, өте үлкен, пышный болып піседі. Сол үшін видеоны аяғына дейін қараңыздар. Рецепті 100% кепілдік беремін сіздерге. Бәріңізде мінсіз болып шығады осындай. Қараңыздар, іші бәрі пісіп, керемет болып шығады. Мен қаншама рецепт көрдім, кейбіреуісінде ортасы піспей, дұрыс болмай шығатын, ал мына рецепт бойынша істесеңіз міндетті түрде сізде шығады осындай керемет оладьи. Бізге қажететін барлығын ингредиенттерін описанияға жазып қоямын. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаны құямыз. Шым-шым тұз саламыз. Дәміне қарай қант қоссаңыз болады, аз немесе көп. Тәттіні жақсы көрсеңіз 3-4 қасық, егер аз қосам десеңіз 2 қасық қоссаңыз болады. Барлығын жақсылап біріктіріп араластырамыз. Миксерді қажет етпейді, осылай меншікпен және шанышқымен де істеп берсеңіз болады. Келесі кезекте айран құямыз. Айран міндетті түрде жылы болуы керек. Келесі кезекте ұн саламыз. Ұнды міндетті түрде елегіштен өткізіп салыңыздар. Сол кезде оладьи міндетті түрде үлпейіп, томпиып, сондай болып піседі. Ұнды бәрін бірден салмаймыз. Себебі әр ұнның консистенциясы әртүрлі болып келеді. Сондықтан қарап, мұқият болыңыздар. Енді кезекте ас содасын саламыз. Жақсылап араластырамыз. Ас содасын салғаннан кейін бөлме температурасында бір 15-40 минут шамасында қойып қойсаңыз тіптен жақсы болады. Себебі жаңағы айран мен соданың реакциясы жүреді. Қамырымыз не қою, не сұйық болып қалмау керек. Міне дәл видеодағыдай қою, қаймақ сияқты болу керек. Міне осылай жеңіл түседі. Табамызға май қойып, жақсылап қыздырып алғаннан кейін осылай бір ас қасықтан салып шығамыз. Кейін қақпағын жауып, орташа отта 3 немесе 4 минуттай пісіріп аламыз астын. Ал екінші жағы болса, ол жағы өте тез піседі. 1 минутта пісіп қалады. Оны піскен-піспеген білу үшін міне мынандай шариктер шығып бастайды. Сол кезде асты пісті деген сөз. Қараңыздар, қандай керемет болып пісті. Және де майын сорғытып алу үшін немесе көп май сіңіп кетпеу үшін астына осындай қағаз сүлгі салып қойсаңыздар болады. Міне достар, біздің оладьйіміз, құймағымыз десек те болады. Үлпейіп керемет болып пісті. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша әсемдеп сәндесеңіз болады. Мен қант ұнтағын септім. Сіздер кез келген қаймақпен немесе әртүрлі тосаптармен берсеңіз болады. Достар, менің каналымды жоғалтып алмау үшін подписаться етуді ұмытпаңыз. Және де келесі видео шыққанын білгіңіз келсе, колокольчикті басыңыз, лайк басып, және де өз ойыңызды жаза кетіңіз. Видеоны аяғына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Ас болсын!